Байдыбек. Содан кейін Жантөре. Және бүгін бізде қонақта Ләззат және мамалары Бақыт. Каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін бір күшті ойын ойнайын деп тұрмыз, я? Қазір шарттарын түсіндіріп айтамын. Балалар, қараңдар, я? Бұлай болады. Мына орындық тұр ғой, я? Осы орындықтың қасында, мысалы, сен тұрасың. Бұлай тұршы. Орындыққа қарап тұр. Дәл осылай тұрып, орындыққа аяғымызды қозғалтпай отыруымыз керек. Келістік па? Бірінші кім бастайды? Мен. Бірінші Ләззат бастасын, я? Қыз ғой, тұра тұр. Сосын Жантөре, сосын Байдыбек, сосын мен. Екінші? Ал, Ләззат бастайды. Ләззат, дайынсың ба? Ал, бастаймыз. Жоқ, ол аяқты қозғалтуға болмайды. Бірінші попыткан кетті. Енді Байдыбек. Сен енді ойлан, Ләззат ойлан. Отыру керек па? Иә, бірақ аяқты қозғалтпай. Аяғын қозғалып кетпесін. Мен баланың логикасы мықты, молодец. Ал, Жантөре. Аяқты қозғалтпай отыруымыз керек орындық. Аяқты қозғалтып отырайын. Жоқ, ондай қозғалғанымыз. Молодец! Достар, қызықты болса, лайк басып, подписка басыңдар, комментария жазыңдар, осылай істеп көріңдер. Мынау адамдарға ойлануды жасау керек. Иә, ойланғанда өте жақсы, иә? Логиканы жақсы дамытатын ойындардың бірі. Кімнің логикасы мықты екенін білуге болады. Бұл ойында кім жеңді? Бірінші Байдыбек, екінші Жантөре жеңді. Ләззат жеңіліп қалдық, иә? Ештеңе қылмайды, иә? Давайте потом!